Ассалаумағалейкум, армысыздар құрметті арнамыздың көрермендері. Бүгінгі бейне блогымыз Қоқан хандығына қарсы азаттық күрестің басшысы болған ұлы жүз дулаттың шымырының Жаңабайынан тараған Байзақ датқа жайлы болмақ. Осы батыр атамыз жайлы оның кесенесін түсіру мақсатында біз Жамбыл облысы Байзақ ауданы жерінде орналасқан Байзақ батыр кесенесіне арнайы бардық. Байзақ батыр кесенесі Қырат төменің үстінде орналасқан екен. Кесенеге көтерілу үшін арнайы баспалдақтармен жүруіңіз қажет. Негізі кесене Батыс Қытай, Батыс Европа тас жолының бойындағы Тараз қаласын айналып өтетін жол учаскесінде Алматы қаласынан келе жатқанда алыстан мен мұндалап айқын көрінеді. Армысыздар құрметті көрермендер. Міне бүгін біз бейне блогымыздың бүгінгі тақырыбы міне Байзақ батыр кесенесіне келдік арнайы. Міне алдарыңызда тұрған, анау төбенің басында тұрған Байзақ батыр кесенесі. Қазір сол жерге барып, мән жайды білетін боламыз. Байзақ Мәмбетұлы Байзақ датқа 1789 жылы қазіргі Жамбыл облысының аумағында өмірге келген. Әкесі Мәмбет батырлығымен қоса дәулетті кісі болған. Байзақ жасынан атбегі, құсбегі, мергендікті меңгерген. Шешен, билер ел басқарған беделді кісілердің қасында жүріп, Байзақ өсе келе ауыл басы, жүз басы, мың басы болған. Елде кәсіппен айналысуға, отырықшылыққа, арық қаздырып, егіншілікке жасауға ұйымдастырған. Байзақ батыр оңтүстік өңірде Қоқан хандығына және Ресей империясының отаршылдығына қарсы ұлт азаттық көтеріліске бастап шыққан. Тарихтан бәрімізге белгілі, Байзақ батыр Кенесары Қасымұлының сенімді серігі болған және осы жорықтарда бірнеше Қоқан хандығының бекіністерін алуға өз қолымен ат салысқан. Міне мынау Байзақ батыр кесенесінің бас қақпасы. Ар жағында қоршаудың ішінде Байзақ батыр кесенесі орналасқан. Байзақ батыр туралы және батырдың шешендік, тапқырлық сөздері жайлы ел арасында әңгімелер өте көп. Бірде Қоқан хандығының билеп тұрған заманында Байзақтың атасының үйіне 5-6 салық жинаушы келіп, алым салық төлеңдер деп Қоқан лоққы көрсеткен екен. Осы кезде сол үйге бала Байзақ кіріп келсе керек. Сонда Байзақтың шешендігін білетін салық жинаушылардың бірі: «Бала, сені жұрт шешен деседі. Сендерді биылғы алым салықтан босатайын. Саған сұрақ: адамға көз, мұрын, қол, ауыз қаншалықты керек? Осының жауабын айтшы» депті. Сонда Байзақ: «Тақсыр, қапылыста шыққан сөз қанжардан өткір деуші еді. Жазатайым, қытығыңызға тиіп кетсем, басымызға әңгі таяқ ойнатып жүрмейсіз ба?» депті. Сонда оған әлгі салықшы: «Сөз тапқанға қолға барма. Жауабың нанымды болса, жазғырар жайым жоқ. Сөйле, қорғанба» депті. Ұлық басымен уәде беріп, сенің сөзіңе өкпелеп не көрініпті? Бәріміз де куәміз» деп қасындағылар нөкерлері шулап қоя беріпті. Сонда Байзақ бала: «Олай болса тақсырым, сөйлейін сөздің шынын тап. Көз деген көпті үйіруге керек. Мұрын менсіп шүйіруге керек. Қол жарлының малын жылатып алуға керек. Ауыз алғаныңды көмейге салуға керек» дегенде әлгілер үйден құр қол шығып жүре беріпті.
Міне алдарыңызда Байзақ Мәмбетұлына арналған ескерткіш тақтасы бар екен. Яғни бұл кісінің өмір сүрген жылдары 1789-1864 жылдар аралығында өмір сүрген. Бұл жерде жазылған екен: Байзақ Мәмбетұлы Қоқан хандығы мен Ресей империясына қарсы ұлт азаттық күрестің басшысы, өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына зор үлес қосқан көрнекті тарихи қайраткер. Кесене Қазақстанның 100 киелі нысаны санатында дейді. Байзақ батыр датқа болып сайланған алғашқы жылдар екен. Әкесінен бөлек ауыл болып ақ орда көтеріп ел басқарып жүреді. Бір күні үйіне әкесі келеді. Сонда әкесі: «Балам, дос санын көбейттің бе? Досың қанша?» деп сұрапты. Сонда баласы: «Әке, досымның санында әзірге есеп жоқ. Бәрі дос болайық. Мына бір ісімді тындырып берші» деп келеді. Шын досымның қанша екенін мен орнымнан түскен күні белгілі болады деп жауап берген екен. Байзақ батыр кесенесінің аумағында мынау жер телімі таудың басындағы темір қоршаумен қоршалған екен. Қоршаудың ішінде түрлі жеміс ағаштары, гүлдер, шыршалар отырғызылған. Сонымен қатар мынау кесененің тұрған жері мынау таудың басындан алыстан қарағанда әдемі көрінеді. Яғни бұл кесенеге шығу үшін баспалдақтар жасалған. Баспалдақпен көтеріледі. Кесенеге кіреберісте үлкен Байзақ батыр кесенесі деген қақпа қойылған екен. Сонымен қатар мынау келген кісілерге арнайы осындай төбесі жабық орындықтар қойылған екен. Мына біздің отқан жеріміз сол кесененің қасындағы арнайы төбесі жабық осындай арнайы отырғыштар бар. Байзақ батыр туралы Майлықожа жыраудың жырларында көп айтылады. Соның бірінде: «Мәмбет бидің әулеті 500 үйлі ел болып, бір кісінің әулеті даланы қаптап сел болып» деп батырдың әкесі мен оның ұрпақтарының өсіп өнген бір ел болғанына сүйсінсе, енді бір өлеңінде: «Сұрай бермей қазаққа Байзақ шықты бел болып, қызыл қанды уыстап Ақмолда шықты ер болып» деп Байзақ батыр мен оның батыр ұлы Ақмолданы мақтаған екен. Байзақ батырдың қазақ батырларын ұлт азаттық көтеріліске жинау барысының бір мысалы атақты Әлімбек батырды іздеп баруы. Әлімбек батыр Шымыр Шілмембеттен шыққан атақты Тұрар Рысқұловтың бабасы болып келеді. Байзақ датқа Түлкібасқа барып, Әлімбек батырдың ауылын тауып, ауылдағы тұрғындардан батырдың үйін сұрап алып, батырдың үйін жанына келіп тоқтайды. Сонда қасындағы жігіттердің бірі: «Әлімбек батырдың үйі осы ма екен?» деп сұрайды. Осы кезде іштен тері шалбар киген, бет-аузы тары-тары болған бір қарт кісі шыға келеді. «Біз Әлімбек батырды іздеп жүредік» дейді. Сонда әлгі қарт кісі: «Әлімбек батыр менмін» дейді. Сонда Әлімбек батыр: «Түзде жүрсем батырмын, үйде жүрсем пақырмын. Қатын ауру, бала жас, тары түйіп жатырмын» деген екен. Батырдың осы сөзіне тоқтаған Байзақ батыр осы жерге аялдап сусын ішіп, Әлімбек батырмен бірге жауға қарсы аттанған екен. Байзақ батыр бабамыз тек Қоқан хандығына қарсы күресте ғана емес, сонымен қатар Ресей империясының отаршылдық, басқыншылық экспедициясына қарсы күрескен. Ұзынағаш түбіндегі Ресей әскеріне қарсы соғыста Байзақ датқа басқарған қазақ әскері де болған екен. Батырды қартайған шағында Қоқан хандығының бектері алдап шақырып, қапияда қолға түсіріп, тұтқындап, зеңбіректің аузына байлап атқан екен. Батыр бабамыз
осылай қаза тапқан. Кейін туыстары батырдың саусақтарын тауып, оны осы төбе басына әкеліп арулап жерлеген екен. Байзақ батырдың ұлдардың ішіндегі үш ұлы атап айтар болсақ, Ақмолда Райымқұл, Төрегелді, осы үш ұлы да кейін шетінен батыр, шешен, ел басқарған дана кісілер болған. Осымен біздің бүгінгі бейне блогымыз аяқталды. Құрметті көрермендер, арнамызға тіркеліп, қолдау көрсетіп, лайк басып, жылы пікір жазып, басқа әлеуметтік желілерде сілтемесімен бөлісе жүріңіздер. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Тек келесі кездескенше Алла амандығын берсін дейміз.